Эндометриоз, киста болсын, менструациялық цикл дейді ғой, етектерінің бұзылуы, көп келуі, аз келуі, немесе аз уақытқа келуі, ұзақ уақытқа созылып кетуі. 4 қарым-қатынастың біреуінде проблема болады. Бірінші, әйелдің өз-өзімен қарым-қатынасында. Ол кісі егер өзін қабылдай алмаса, самооценка төмен болса, өзін жаңағыдай басқалардан төмен сезінетін болса, іште бір өзін кінәлі сезіну болатын болса, мен жақсы әйел емеспін, жақсы келін емеспін, жақсы ана емеспін, жетерлі деңгейде болмай жатырмын деген сияқты мәселе болса, женский сырқаттар басталады. Екінші, күйеуімен қарым-қатынаста. Күйеуі измена жасаған болса, қол көтеріп абьюзивный қарым-қатынас болатын болса, жауапкершілік алмайтын болса, жауапкершілік бере алмайтын болса, күйеуіне деген сенімсіздік, қорқыныш, тағы реніш мәселелерімен женский сырқаттарға алып келеді. Үшіншісі, өзінің ата-анасы. Жаңа айттық қой. Әкесіне, анасына деген реніш болатын болса, немесе әкесі мен анасының тағдырын қайталаудан қорқатын болса, ол анаңыздың, өзіңіздің кішкентай кезіңіз есіңізге алыңызшы, анаңыз қандай кейіппен жүрді? Күшті, бақытты, өзіне қарайтын әйел ма, или болса постоянно бытовуха жеп қойған, шашы майланып кеткен, киімі қалай болса солай сөйтіп жүретін әйел ма? Екінші вариант көп болады. Төртінші себебі, күйеуінің туысқандарымен отношенияда проблема. Ең негізгісі осы үшеуі шығады да, мына төртіншісі мына үшеуін триггерить етеді. Айтады ғой, мен енеме сый салмаймын, анаме сый салмаймын. Жоқ, егер мына мәселеде, төртінші мәселеде проблема болса, онда үшеуінің біреуінде железно-бетонный проблема бар да. 7800 теңгеге Дубай қаласын саяхаттап келгіңіз келе ма? Ол үшін Тәнің тыңда кітабын сатып алып, ұтыс ойынына қатыссаңыз жеткілікті. Толық мәлімет описанияда.